Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып математика. 1-ші бөлім. 14-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы: бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу кестесі. Олай болса, 1-ші мысалға назар аударыңыз. Бос яшықтарға тиісті санда қой. Естеріңде болса, 1-ші сыныпта 1-ден 10-ға дейін сандар құрамын жаттаған едік. Дәл сол сияқты. 1-ші яшықта 11 сан тұр. Яғни, бізге 11, бұл 11, 9 пен қандай санның қосындысы? 11-ге тең. 9 пен 2 санның қосындысы 11-ге тең. 8 пен 3 санның қосындысы 11-ге тең. 7 мен 4 санның қосындысы 11-ге тең. 6 мен 5 санның қосындысы 11-ге тең. Дәл осылай, келесі яшықтарды өзің толықтыр. Ә нұсқасы: мәні 15-ге, 16-ға, 17-ге, 18-ге тең қосындылардың қосылғыштарын ата. Екінші мысал: әр бағандағы теңсіздіктерді салыстыр. Қорытынды жаса. 1-ші: 9 пен 3 санның қосындысы 12-ге тең. 3 пен 9 санның қосындысы 12-ге тең. Бұдан бізге қандай қорытынды шығады? 1-ші қосылғыш 9, 2-ші қосылғыш 3. Қосындының мәні 12. Бұдан шығатын қорытынды: қосылғыштардың орынының ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Міне, бүгінгі бұл мысалдан бізге жасалатын қорытынды осы. Есте сақтаймыз. Берілген теңдіктерді пайдаланып, әрбір қатардағы қосындылардың мәнін қалай табады? Қане? Назар аударамыз. 5 пен 5-ті қоссақ 10, 6-ға 6 12. Дәл осылай. 6-ға 5-ті қоссақ 11, 7-ге 6 қанша болады? Мәнін ары қарай өзің тап. 4-ші мысал: 11, 12, 13 сандарын қосылғыштардың біреуі 4 болатын 2 бір таңбалы сандардың қосындысы түрінде жаз. Тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Мысалы, қосылғыштардың біреуі 4 болсын. 4-ке нешені қосқанда 11 саны шығады? 12-ге мәні 12-ге тең болу үшін қосылғыштардың бірі 4 болу қажет. 4-ке нешені қоссақ 12 шығады? 13-ке болу үшін мәні 4-ке нешені қоссақ 13 шығады? Дәл осылай, бір таңбалы сандардың қосынды түрінде жаз. 5-ші мысал: диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бер. 2-ші А сыныбында неше оқушы бар? Қане, диаграммаға назар аударайық. 2-ші А сыныбында оқушылардың саны көк түспен белгіленіп. Қане? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 оқушы бар. 2-ші Ә сыныбының оқушысы неше оқушы бар? 2-ші Ә сыныбы бұл көк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 екен, балалар, 12. Яғни диаграмма бойынша біз балалар 2 сыныптың оқушыларын салыстырып отырмыз. Диаграммаға қарап, біз
екінші ә сыныбының оқушыларының көп екенін байқадық. Және екі сыныптың қыздарын салыстырып көрейік. Бірінші А сыныбындағы қыздар саны міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен. Екінші әде 8 екен. Яғни сары жолаққа қарап отырып біз диаграммадан екінші А сыныбының қыздары саны көп екенін байқауға болады. Есепті шығар. Бақта 17 адам жеміс жинады. Оның 8-і балалар, қалғаны ересек адамдар. Басқа неше ересек адам жеміс жинады? Балалар, біз шартты есептің бізге астында сызбасы беріліп тұр. Сызбасына мән беретін болсақ, мына сызық бізді нені білдіретін еді? Барлығы, яғни барлығы бізде 17 адам жеміс жинаған. Оның 8-і, яғни 8, бір бөлігі 8, белгілі, екінші бөлігі белгісіз. Олай болса қалай шығаратын едік? Барлығынан белгілі бөлікті азайту арқылы екінші бөлігін табамыз. Яғни 17-ден 8-ті азайтып, біз ересек адамдардың неше екенін табуға болады. Шешуін тауып көр. Әр бағандағы қосындыларды салыстыр. Өрнектердің мәнін тап. Балалар, 8 пен 7 санының қосындысының мәні нешеге тең? Және 7 мен 8 санының қосындысы. Біз алдындағы қорытындыны еске түсіреміз. Бірінші қосылғыш пен екінші қосылғыштың орны ауысқанмен, олардың мәні ауыспайды деген қорытынды жасай отырып, қосылғыштардың мәнін табамыз. 8-ші мысал. Өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырып, мақалды оқы. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Соны түсіндіріп, өз ойыңмен бөліс. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.